Саламатсыздар ма менің көрермендерім? Бүгін біз сіздермен үй жағдайындағы батонды пісіретін боламыз. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how. Ең алдымен біз суық сүттің үстіне тұз, ашытқы және ыстық су құямыз. Оған тағы да сұйық май қосамыз. Барлығын араластырып, қажетінше ұнды қосып, июін қандырып, әдемілеп қамыр илейміз. Дайын болған қамырды жылы жерге белгілі уақытқа ашығанша қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, ал енді біз нан жасауға кірісеміз. Ол үшін ең алдымен үстелдің үстін дайындаймыз. Мен 2 нан шығатындай қамыр илеген едім, сондықтан қамырды 2-ге бөлемін. Бірінші нұсқасы ол қамырды қолмен жайып, ішіне күнжіт дәндерін себемін. Қамырды барынша тығыздау қылып ораймыз. 2 ұшын әдемілеп бүгеміз. Біріншісі дайын, ал екіншісін осылай оқтаумен жайып көрсетейін. Оған мак себеміз. Мак әдемі жабысу үшін оқтаумен тағы да бір үстін өтсеңіз болады. Бұл қамырды барынша тығыз қылып ораймыз. Шеттерін әдемілеп бүгеміз. Дайын болған нандарды противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп қоямыз. Нандардың бетін жылы сүлгімен жауып 15 минутқа қалдырамыз. Нанымыз көтерілді, оның бетін әдемілеп пышақпен кесіп, көп қылып жұмыртқаны жағамыз. Нандарымыз қайсысы қандай екен білу үшін біреуінің үстіне мак дәндерін, екіншісіне күнжіт дәндерін сеуіп шығамыз. Піскен нанымызды суытып, оны тақтайдың үстіне қой өткір пышақпен кесеміз. Нанымыз өте жақсы көтерілген, иісі аңқып тұр. Ыстық нанды сары маймен немесе қаймақпен жеуге кеңес беремін. Сіздермен болған сәуле, астарыңыз дәмді болсын. Бұл видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.